Кім шарын жарып алмай сақтаса, соған 100 000 ақшалай сыйлық беремін дейді. Соңында тек бір ғана адам шарын сақтап ақшалай жүлдені оған табыстайды. Бірақ осыдан кейін жүргізушінің айтқан сөзі барлығын таңғалдырады. Ал енді маған айтыңыздаршы, ақшаны ұту үшін не істеу керек еді? Тек шарды жарып алмай сақтау керек болатын. Бірақ мен ешкімге жаныңыздағының шарын жар деген жоқпын. Менде бұдан да көп ақша бар еді. Егер бәріңіздің шарларыңыз жарылмай қалса, бәріңіз ұтар едіңіздер. Мен барлығыңызға тіс шұқығыш бердім. Бірақ не істеу керектігін айтпадым. Ал сіздер не істедіңіздер? Өз шарларыңызды қорғаудың орнына қастарыңыздағы адамның шарын жаруға тырыстыңыздар. Сөйтіп, бәріңіз бір-біріңізді жеңгілеріңіз келді. Соңында тек бір адам ғана шарын сақтап қалып, тек сол ғана ұтып кетті. Бірақ егер бәріңіз тыныш тұрып, тек өзіңіздің шарыңызды ойлап, ешкімнің шарына тиіспегендеріңізде, әрқайсыңыз 100 000-нан ұтар едіңіздер. Бұл өмірде де тура солай. Көп адамдар өсуді қалайды, бірақ соны басқа біреуді құлату арқылы істегісі келеді. Бәсекелесін жамандайды, өсектейді, оның жолына кедергі жасайды. Бірақ дәл қазір көріп отырғандарыңыздай, алға шығу үшін ешкімді жоюдың қажеті жоқ. Тек өз ісіңізді қорғап, өзіңізді дамыта беруіңіз керек. Егер видео ұнаса, видеоны досыңызға жіберіп, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.